адамда не бар да, бір сағынышта, былайша айтқан уақытта біздің жүрегіміздің жартысы осы жерде қалып бара жатыр. Түсініп отырсыздар ма? Міне соғын ананың қимастықпен Қағбаға қарап тұрып, Аллахым мен келемін, Алла нәсіп етсе, қалай да болмасын келемін тағы да. Баламды ертіп келемін, қызымды ертіп келемін, әйтеуір келемін. Бұл жерге келген адамдар қайта-қайта келгісі келіп қалады. Бұл сондай мекен бұл. Сондай жер бұл. Бұл Алланың иншалла нұры түскен жер. Анау Қағбаны айланып жүрген уақыттағы нұрды оны біз байқай алмаймыз. Түсінесіздер ме? Ол кәдімгі бүйтіп қараңғыдан келіп тұрып бүйтіп жарыққа өтіп кететін сияқты да. Түсінесіздер ме? Сонда бүйтіп ана Қағбаға көзімізге көрінген уақытта бір сондай бір сезімді, Аллаху акбар. Қараңыз, қандай сезім бұл? Адам жаны рахаттанады. Рухқа бірден бір азық беретін жер. Түсінесіздер ме? Рухқа азық беретін жер. Біздің өзі негізі рухымызды ауылда демалдырмағанбыз ғой біз, түсініп тұрсыздар ма? Біздің рухымыз демалмаған біздің. Бір күнде 2 той болып жатса, рух қайтып демалады, дұрыс па? Тойда бүйтіп рахаттанасыздар ма? Енді мен түсінбеймін, мен рахаттанамаймын да өрге барып мысалы. Қараңыз, миың ашып кетеді. Аншымын? Дүк-түш, көніге сол ана тамаданың жаттап алған бір сөзі. Қараңыз, адам өз жерінен рахат аламайды, ләззат аламайды. Тек бір әзгене бір мақтауға лайық болуы мүмкін, бірақ мына жерде ше, әлхамдулилля, адам рухына, жанымызға біздің сондай бір керемет нәрселер біздерге пайда беріп тұр да. Енді не қылу керек? Осы иншалла, былайша айтқан уақытта адам рухани бір демалып тұру керек қой. Түсініңіздер ме? Осы рухани демалыс осы. Бұл үлкен біздерге өмірімізді, тіпті кейбір адамдардың бұл өмірінде өзгертіп жіберетіндей, талай адамның өмірін өзгертіп жіберген да бұл жерге. Түсініңіздер ме? Қараңыз, бір интернеттегі әйелдің оқиғасы да, оқиғасы. Қараңыз, мынау зәм-зәм судың қасиетін жаңағы Францияда ма, Англияда ма, ол әйелді ешкім тұрмысқа алмайды. Денесінде бір нәрсе шығып кеткен. Қараңыз, жердің бетіндегі судың бәріне, маздың бәрін жағып көрген. Сөйтсе, оның емі осы яқта екен да. Сөйтсе, жердің бетінде түрлі-түрлі жаңа санатория бар, әртүрлі су бар, барып шомылып көреді, бірақ кетпейді. Қараңыз. Бірақ сол әйел, ояқа енді зәм-зәм суға бару үшін не істеу керек десе, кәлима айту керек деген ғой. Түсініңіздер, мұсылман болу керек. Кәлима айтасын, хиджаб киесін. Ол енді ашық шашық жүрген адам ғой. Қараңыз, хиджаб киесін. Орамалын алып, хиджабын киіп үстіне. Бисмилля, Аллаху акбар деп осы яқтан сол елінен келгенше енді білмейміз қанша уақыт өткен ол уақыттарда енді. Сол келгенше осы жаққа келіп ниет қылып келіп жатыр ғой, жаңағы мынау зәм-зәм суға жуынам, шайынам деп. Келетқаннан уже денедегі жаңа қышығандары қоя бастаған да, өзі аңтаңғаған да. Ол не? Ол әйелге жабыну керек болған да бір шетінен хиджаб кию керек болған да. Қараңыз, анау жабылғаннан кейін ана нәрселер өзі сақтанып тұрады да өзінен өзі. Ол бір. Одан кейін келіп тұрып, бұл жаққа келіп, зәм-зәм суына келіп тұрып, жуынып, шайынған жаңағы уақытта, сонда 3 күн, 4 күнде денесіндегі нелер кеткен да. Кәдімгі мынандай лекция дейді ғой, өзінің лекциясында мынаны нені жазып қойған да. Қараңыз, сол үшін бұл жерде жүрген зәм-зәм судың өзін тойып іштеп атқан сол. Біз сол өз қадірімізді, өзіміздің қадірімізді өзіміз білмей жүрген адамбыз да. Біз мұсылман екенімізді естен шығармаймыз. Қай жерде жүрген уақытта адамдар мұсылман. Бұл кім? Алхамдулилля, бұл мұсылман. Муслим дейді ғой жаңа. Кім бұл? Муслим, муслима. Кім бұл? Мұсылман, муслима. Қараңыз, сондай болуымыз керек. Біз адамдар көрген уақытта, алхамдулилля, бұл мұсылман деген атақ беретіндей дәрежеге жетуіміз керек. Біз мұсылманбыз. Кімсің? Мұсылманмын. Алхамдулилля, мұсылман. Қашаннан бері мұсылмансың? Әл-Мисақтан бері мұсылманмын. Қараңыз, Әл-Мисақ деген не? Алла тағала біздің рухымызды жаратқан уақытта серт алған Әл-Мисақ дейді. Сол кезден бері мен мұсылманмын. Қараңыз. Сол үшін иншалла біз ол мұсылманшылығымыздың біздің уақытша болып қалмау керек та. Анау мешітке кірген кезде ғана мұсылманшылық болып, сыртқа шыққаннан кейін мұсылманшылығымызды естен шығарып жібермеуіміз керек. Міне, умраға келдік, алхамдулилля, бәдәл умрамызды, тауабымызды бәрін шын ықыласпен істеп жатырмыз. Біз кімміз? Біз мұсылманбыз. Біз қандай мекендеміз? Иншалла, қасиетті мекендеміз. Бұл жер несімен қасиетті десе, Алла тағаланың кәләмі Құран түскен, пайғамбарлар жүрген,
Бұл жерде ең қасиетті болған мекен Қағба бар болған, тауап істейтін жер, жалпы жәннаттан түсірілген бір көріністер дейміз ба, белгілер дейміз ба, жаңағы жәннаттан, кеше айттым ғой, ненің бұлақтың басы қайда десе, анау жаңағы, ол бұлақ емес, құдық емес дейді да. Егер бұлақ болатын болса, құдық болатын болса, онда су тартып атқан уақытта ол таусылып қалған ба, өребін азайған болар еді деп жатыр да. Бірақ оныкі азайып атқан жоқ. Оның бастауы жәннаттан келеді дейді, Зәмзәмдікі. Сол сияқты кешегі айланып жүрген уақытта да анау Хижр Исмаил дейді, Хижр Исмаил. Сол жерде Исмаил алейхиссалам жатқан жер. Сол жерге де не? Айланып жүрген уақытта мына жақтан топтан шығып бетеп сүйрекесеңіз, Алла тағала бір селп бір не жібереді? Жел жібереді. Түсіндіңіздер ме? Сол Исмаил алейхиссалам сол жерде жатқан уақытта Алла тағала үстіне бір бұлтты әкеп, жел тұрғызып, ана жас баланы осылай неғып қойған, қорғап қойған. Жалпы енді алдыңғы уағызымызда айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға берілген мұғжиза бұл Құран, білесіздер. Кеше Арафатта барып жүрген уақытта білесіздер, сол Арафатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үлкен қажылығында мен сендерге екі нәрсені аманат қылып қалдырып бара жатырмын деді. Біріншісі Алланың кәламы болған Құран деді. Екіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің хадисім деді. Енді кешегі сабағымызда айтқандай иманның шарттарында не бар? Иманның шарттарында Алланың кәламы болған Құранға иман келтіру бар. Түсіндіңіздер ме? Құранға біз толығымен иман келтіреміз. Құранға. Енді сол Құраннан бір-екі аяттарды оқимыз, қолымыздан келгенше иншалла бұл Құран аяттарын сөзбе-сөз айтып, неге қарап айтпасақ, бір жерінен қате кетіп қалсақ, күнәһар болып қалуымыз мүмкін да. Сол үшін Алла тағала Құран-ы Кәрімде сіздер мен біздерге қарата көп аяттарды келтірген, бірақ біздерге осы жалпы өмірімізге керек болған бір-екі аятты сіздерге иншалла қолдан келгенше жеткізіп берейік деген ниетіміз бар. Алла тағала Ан'ам сүресінде 32-ші аятта былай деп айтады. Дүние тіршілігі дейді, дүние тіршілігі құр ойын күлкі деп жатыр. Түсініңіздер ме? Дүние тіршілігі құр ойын күлкі. Мен уақытша сауық сайран ғана дейді. Яғни дүние тіршілігі құр ойын күлкі мен уақытша сауық сайран ғана дейді. Осылай ескертіп жатыр. Ал енді Алла тағалаға лайықты түрде тағзым етіп, Алла тағалаға қарсы келуден барынша сақтанатын, түсіндіңіздер ме? Барынша Алла тағалаға қарсы келуден барынша сақтанатын тақуа жандар үшін ақыреттің тұрағы дейді, мекені әлде қайда қайырлы болмақ дейді. Ендеше сәл де болса ақылға салып бір ойланбайсыңдар ма деп Алла тағала сіздермен біздерге Құран-ы Кәрімде осы аятты баян қылып жатыр. Негізі байқа, бұл дүние тіршілігі ойын, құр ойын күлкі ғана деген уақытта көріп жатырмыз да, адамдарға бір жерде ойын күлкі болатын болса ше, адамдар сол жерге барып тұрып, ақшаларын сарып қылып, дүниелерін сарып қылып, неғып жатыр, барып тұрып, сол ойын күлкіге қарай адамдар таласып кетіп жатыр. Түсіндіңіздер ме? Біздің Сарыағашта, біздің дом культураның ішіне әзгентей адам кетеді. Бірақ сол жерге бір әртіс келіп тұрып, әртіс келеді екен, алдыңғы орны 5000 теңге деген, арт жағы 1000 теңгеден екен деп еді. Адамдар бір-бірін айыптап кетті ғой. Неге сен алдыңғы орнынан алмайсың, ертерек барып деп та? Сонда анау әртіс кім ол? Сол адамдардың бәрі 5000 теңгеден, 2000 теңгеден орынға таласып тұрды да, адамның бәрі неғып жатыр барып? Анаған таласып, оны бір жанына барып, соның қолын алсаң бір саған жәннат уәжіп болатын сияқты ма? Мейлі. Одан басқа да мысалдар толып жатыр да. Адамдар ойын күлкіге, дүниеге, яғни дүниелерін аямай шашады. Қараңыз. Атақ, абырой үшін адамдар дүниесін аямай шашады. Өзі зорға күнін көріп жүр, бірақ Сарыағаштағы ең қымбат тойханада адамдар тойларын істеп жатыр да. Битіп қояды тағы да арасында өзі бар ғой. Балаға міндет қой деп жатыр. Балаға дұрыс үйлендіру бәрі міндет. Бірақ міндет болған уақытта миллион сарып қылып өзіңді қорла деп жатқан жоқ қой.
Түсініңіздер ме? Мына дүние әшейін ойын күлкі ғана деп жатыр да. Бірақ сіздер мен біздерге қарай Алла тағала айтып жатыр. Бірақ дейді, Алла тағалаға лайықты түрде тағзым ететін мұсылмандар деп жатыр Алла тағалаға. Қараңыз, оған бұл Алла тағалаға олар қарсы келуден барынша сақтанады. Олар тақуа жандар. Оларға дейді, мына дүниенің ойын сауығынан көрі, олар ақыретті әлде қайда жақсырақ көреді. Олар үшін ақырет әлде қайда жақсырақ болады дейді. Ендеше дейді, сәл де болса бір ақылға салып ойланбайсыңдар ма дейді. Қараңыз, біз не қылуымыз керек? Алхамдулилля, сәл де болса ойлануымыз керек. Тағы бір аятта, Шура сүресінде 20-шы аятта Алла тағала былай дейді. Кім ақыреттің жемісін мақсат тұтса, мына дүниеде кім ақыретті мақсат тұтатын болса, ақыретте жеміс берілетін анық маған деп, толық сеніммен мақсат тұтса, біз оның ақыретте көретін жемісін арттыра береміз. Біздің ақыретте көретін жемісімізді Алла тағала арттыра береді. Ал енді кім дейді, осы қу дүниенің жемісін мақсат тұтса, мен ақыретіңді білмей, мына молдалар айтып жүрген ақырет бар ғой, олар баяғыда ақырет деп айтып еді, әлі ақырет келген жоқ. Мен яғни айтып атқаны, кім осы дүниенің қу дүниенің жемісін мақсат ететін болса, оған да оның арттырамыз, яғни береміз деп жатыр. Алайда дейді, бірақ ақыретте ол адамға ешқандай несібе берілмейді дейді. Қараңыз, мына дүниеде қандай бір амалдар істедіңіз да, ертең Алланың құзырына бардыңыз, Алла, менің несібем қайда? Бірақ не? Сенің ана дүниедегі мақсатың не еді? Сен орденге, грамотаға, болмаса тағы да бір атақ абыройға адамдар айтып жүрсін. Қараңыз, мысалы адамдар миллиард шашып көкпар береді. Солардың көкпарын бар ғой, мынау интернет желісінде де ауылдағы адамдарда 3 күн айтып жүреді. Дұрыс па? Жоқ, өмір бақи айтып жүреміз ба соны? Кім айта алады? Естен шығармайды, кез келген отырса, бисмилля дейміз, соны айта береміз ба? Бірақ не қылады? Ол 3 күннен кейін ол тоқтайды ол. Ал бірақ атамыз заманнан, бұрыннан әлмисақтан кеп атқан біздің мұсылманшылығымыз, Алланың кәләмі Құран, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөздері әлі жалғасып кеп жатыр. Атақ абыройға жұмыс істесең, ол да жетеді. Дұрыс па? Бірақ бұл сөздерді адам теріс түсініп қалмау керек. Елге, әлхамдулилля, қызметі сіңген адамдар болатын болса, оларға да енді осы дүниеде бір Алланың рахметі түсіп, адамдар рахмет айтқаны жаңа қағаз беріп, орден беріп жатады. Менің айтайын дегенім, негізі атақ абыройды мақсат тұтпау керек. Қараңыз. Біз ертең Алла тағаланың құзырындағы үлкен бір жетістікке жететін нәрсені не қылуымыз керек? Мақсат қылуымыз керек. Енді Алла тағала айтып жатыр, ей адам баласы деп жатыр да, ей адам баласы. Қараңыз. Ей адам баласы. Сен дейді, өз-өзіңді маған құлшылыққа арнайтын болсаң дейді, сен не қылам дейді? Сенің жүрегіңдегі уайым қайғыны кетіріп, сені кедейшіліктен құтқарып жіберем дейді. Ей адам баласы деп жатыр. Енді сен дейді, мен үшін құлшылық қылмасаң дейді, құлшылық қылмасаң мен үшін, онда сенің жүрегіңді уайым қайғыға толтырып дейді, сені дейді кедейшіліктен құтқармай қоям дейді. Қараңыз. Адамдарға бірден сұрақ қойып, кедей болғың келе ме десең де, ешкім айтпайды, мен кедей болғым келеді деп. Бәрі бай болғым келеді дейді. Бірақ бұл жерде айтып атқандар, әлхамдулилля, не? Біздің құлшылығымыз Аллаға арнайтын болсақ біз, Алла тағала біз не қылады? Кедейшіліктен құтқарады. Ол мынандай рухани кедейшіліктен де, мал дүние жағынан да. Түсініңіздер ме? Бұл мал дүние жағынан кедей болу бір басқа. Бірақ рухани жағынан кедей болу, бұл өте төмен дәрежедегі деген сөзді Алла сақтасын. Сол үшін құрметті момын мұсылман бауырлар, әлхамдулилля, сіздер мен біздер неміз, кімбіз? Мұсылманбыз. Мұсылман адамдар қолымыздан келгенше Алла тағаланы ұлықтап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып, Алла тағаланың кәлемі болған Құран,
Алла тағаланың кәләмі болған Құран. Құран осы жерде түскен жер. Сол үшін бұл жер қасиетті болған. Осы Меккеде, Мәдинеде Құран түскен. Біз қолымыздан келгенше, иншалла, осы Құрандарға амал жасауымыз керек. Енді Алла нәсіп етсе сіздерге осы жерге мен сол қарыларға, қажыларға келген уақытта әрдайым бір аяттарды қысқаша оқып беремін. Ойлайым, бұл аяттар біздерге бір жақсы әсер береді деп. Себебі Құран, Алла тағаланың кәләмі болған Құран, бұл әрқайсымызға иншалла не қылады? Әсер береді. Бұларды оқудан не десе, осы аяттағы біз көріністі мына жерде көреміз. Өзіміз көрдік. Мысалы, кеше келе жатқан уақытта жан-жақта мына, мысалы, намаздан қайтып келіп жатсаңыздар да, адамдар не қылады? Алдында бір басшысы бар, бәрі ләббайк Аллахумма ләббайк, ләббайк ла шарика ләка ләббайк. Адамдар келіп жатыр да, бәрі неге ұмтылып жатыр? Бәрі жәннатқа ұмтылып жатыр. Түсіндіңіз ба? Бәрі жәннатқа ұмтылып жатыр. Жәннатқа баруды қалайсыз ба? Ау? Бұлай сын жүректен да. Алхамдулилlah. Сіз ше? Жәннаттың жол, қайсы жол білесіз ба? Арасында дискотекаға барып, карта ойнаулар, бұлай. Жәннаттың жолдары ма? Кім айта алады? Ау? Ондай емес, Молдекен айтып жатыр иншалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам жолы дұрыс. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам біздерге неғылған? Тозақпен ескертуші, жәннатпен сүйіншілеуші болып келген. Енді дейді, бұл негізі Зумар сүресі өзі басында осылай ескертумен келеді өзі. Бұлай тозақтықтар, жәннаттықтар, бұлай деп ескертумен келеді, иншалла. Мына жерде айтып жатыр, Алла тағала дейді. Ал енді кімде кім дейді, өзінің Раббыларын дейді, Алла тағаланы дейді. Шын көңілден ұлықтаса дейді. Ұлықтап дейді. Алла тағаланы ұлықтаған уақытта Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху акбар, Алла ұлық деген сөз айту. Түсіндіңіздер ме? Бізде адамдар Аллаху акбар десе қорқып кетеді әсір. Бір жиын болған еді. Содан кейін спортсмендердің жиыны да, сол барып батақ ашпен барып. Сөйтіп жаңағы не болса мен Аллаху акбар десем, ана жақта анау адамдар қарап қалып жатыр да маған. Бір нәрсе болып қалар ма екен деп жатыр да. Жоқ, ішпеле болмайды ол. Түсіндіңіздер ме? Аллаху акбарда Алла ұлық деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Міне, ал енді кімде кім өзінің Раббыларын шын көңілден ұлықтап дейді, Алла тағалаға қарсы келуден және Алланың қаһарынан сақтанғандар дейді. Бұлар дейді, лек-легімен жәннатқа жөнелтіліп отырады дейді. Васиқул лазина тақау раббахум илал жәннати зумаро. Қараңыз, бұлар дейді, Алла тағаланы шын көңілден ұлықтап дейді. Алла тағалаға қарсы келуден сақтанып, Алланың қаһарынан сақтанып жүреді. Бір амал істейтін болса, осы амалым мен Алла разы ма, наразы ма? Сақтанып жүреді. Бұлар дейді, Алла тағалаға жөнелтілген уақытта дейді. Бұлар Алла тағаланың жәннатына бұлар лек-легімен жөнелтіліп отырады дейді. Түсіндіңіздер ме? Яғни жөнелтілген уақытта қалай десе, олар қошеметпен. Түсіндіңіздер ме? Жәннатқа кірген уақытта ол қошеметпен. Кеше мына жерге келген уақыттарыңызға, қолдарыңызға, қыздарға, әйелдерге гүл берді ме? Енді шаршап тұрған уақытта сіздерге берді, сәл былай көңілдеріңіз сәл көтеріліп қалды, мысалы. Қараңыз, сәл енді. Бірақ негізі тосыннан сыйлықтар келгенде ше адамның қуанышы да. Түсіндіңіз ме? Ол сыйлықтың бәрі бұл өмірде уақытша. Мысалы, күйеуіңіз сізге бір шын ықыласпен бір керемет бір ұнайтын сізге қымбат бағалы бір көйлек апарған кезде қатты қуанасыз да. Бір күн ана күйеуіңізбен ұрысып қалған кезде естен шығып кетеді ол. Түсіндіңіз бе? Ал мына жәннаттағылар бұлар есте шығармайды бұлар. Түсініп ма? Мына жерде айтып жатқан бұлар лек-легімен жәннатқа кіреді. Жәннатқа жеткендерінде алдарынан Алла тағаланың ана жәннаттың қақпалары айқара ашылады дейді. Анау қонақ үйдің есігіне келген уақытта, түсіндіңіздер ме? Тұтқан ұстамаймыз да. Жақындайыз, кіріп бара жатсыз, өзі ашылып бара жатыр да. Алхамдулилlah, біз сондай жәннатты армандаймыз да, аңсаймыз. Ертең кімдер оған бейтіп, сол жәннаттың есігінен кіретіндер кімдер? Алланы ұлықтаған дегендер оның ішіне барлығы кіреді. Намаз оқитындар, Құран оқитындар, зекет беретіндер, жетімнің басын сипайтындар, ата-анасының разы қылатындар.
Қараңыз. Мәмілесі дұрыс болғандар барлық нәрсесі осының ішіне кіреді. Міне жәннатқа кірген уақытта жәннаттың есіктері айқара ашылады да, сол уақытта енді анау сақшы періштелер бар ғой, періштелер. Олар енді періштелер қандай халетте тұрады да? Қараңыз, олар тұрады да, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум не екен? Жәннаттың сәлем екенін түсіндіңіздер ме? Енді білесіздер, біздің ауылдарда ассаламу алейкум десе, мынау молда болып қалған ба дейді да. Түсіндіңіздер ме? Кез келген жерде ассаламу алейкумды тарқатып жүре беріңіздер. Түсіндіңіз бе? Жақтырмаса да, шеке басы тырысып кетсе де ассаламу алейкум. Түсіндіңіздер ме? Сен не деп тұрсың десе, ассаламу алейкум деп. Түсіндіңіз бе? Міне, жәннаттың сәлемі бұл. Яғни келіп тұрып періштелер оларға, сендерге Алланың сәлемі болсын. Ей, сендер дейді, өздерің қандай пәк болған жансыңдар, мынау жәннатқа кірген қандай пәк болған жансыңдар, қандай бақытты жансыңдар, қандай бақытты жансыңдар. Яғни ана дүниеде қайғы мұңнан мәңгілікке арылдыңдар ғой. Қандай пәк болған жансыңдар. Қане жәннатқа кіріңдер. Енді мына жәннатқа сендер мәңгі бақи қаласыңдар. Оларды сол уақытта жәннаттың есіктерінің алдында оларды күтіп алу, ол ерекше қошеметпен қарсы алынады дейді. Яғни жәннатқа кірген уақытта есігінің алдында не болады? Қошеметпен қарсы алады. Ол қошеметте мына дүниедегі қошеметтермен салыстырып болмайды. Түсіндіңіз бе? Сізді жоғарғы лауазымды адамдар, өзінің жаңағы кабинетіне шақырып, қып-қызыл кілемді төсеп, жан-жағына бір қатар жаңағы адамдарды қойып тұрып, пәленшейіп, түгенше кел десе ше, әне жерде қандай боласыз да? Түсіндіңіз бе? Ал мына жақтағыларды ол дүниемен де салыстырып, бұл дүниемен де салыстырып, ол жақтағы жәннаттағы күтіп алулар, ағайындар басқа. Сол үшін міне жерде айтып атқан лек-легімен кіреді дегендер кімдер? Олар шынайы Алланы ұлықтайтын, сөздерінде, уәдесінде тұратын. Мына жер, сол жердің көрінісі, мына жерге келген адамдар не болады? Лек-легімен келіп жатыр да. Қараңыз, қазақ, қырғыз, өзбек, ұйғыры бар, тәжігі бар, фарсысы бар, американысы бар, Франциядан келген көрдіңіздер көше, келіп жатыр да, бәрінің мақсаты не? Бәрінің мақсаты ләббайк Аллахумма ләббайк, ләббайк ла шарика лака ләббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мульк ла шарик. Бәрінің мақсаты бір. Не қылу? Бәрінің мақсаты жәннатқа жету. Күнәм кешіріліп, жәннатқа жетейін. Қажылықтан істелінетін амалдың аржанда не тұр? Кім қажылықты жаман сөз сөйлеместен, ерегіс соғыс қылмастан, әдемілеп, өз кейпінде керемет өткізіп келетін болса, яғни пайғамбарымыздың сүннетіне сай өткізіп келетін болса, не дейді? Ол анасынан туылғандай пәк күйінше келеді дейді. Алхамдулилля, енді сіздер не қылдыңыздар? Бәріміз пәктелдік. Түсінмастар ма? Енді пәктелгеннен кейін не қылу керек? Пәк күйінше сақтап қалу керек өзіміздің пәктігімізді. Қараңыз, біз осы нәрсені сақтап қалуымыз керек. Оны қабірге барып кіріпкенше сақтап қалуымыз керек. Ауылда бір адам баняның жанында тұратын едіңіз, баняға біреу түсті, ақшасын төледі 1000 теңге, шын ықыласпен баняға шомылып шықты да, әдемі аппақ киімдерін киді, сыртқа шыққаннан кейін бір балшық жатыр еді, балшыққа барды да аунады. Не деп айтасың? Айтшы. Ақымақсың деп айтасыз ба? Енді осы яқтан біз бәріміз пәктеніп барғаннан кейін, енді ана лайқы суға біз шомыламыз ба, шомылмаймыз ба? Соны айтыңыздар. Біздің қазақтарда не бар? Бір сөз бар, білесіздер ме? Уәде Құдайдың үйі деген. Жоқ па ондай сөз? Ау? Сіздер Құдайдың үйіне келдіңіздер, Алла тағалаға ләббайкән айттыңыздар, уәде бердіңіздер, енді уәдеде тұру керек қой. Түсініңіздер ме? Уәде тұру керек. Енелер ертең елге барған уақытта өзгеріп кеткенде 180 градусқа. Анау келіндер
кейбір кезде ашуланып та шай әкеп қояды. Сол кезде де машалла менің келінім керемет деген қабақ шытпай жақсы қарым қатынас болатын болса ше, ана келіндер не дейді? Ей, енең залым ба? Жібер анеқа. Енең ашуланғыш ба? Жібер ана жаққа. Қараңыз. Келіндер, ерлі зайыптылар бұл жаққа келіп тұрып өзгеріп ана жаққа барғанда басқаша болып қалған болса, не болады? Араларында әңгіме болады. Ей, дұрыс жүрмей жүрме күйеуің, дұрыс жүретін бізде жол бар. Қандай жол? Жібер ана жаққа. Меккеге жіберсе? Түсініңіздер ме? Аталар ертең барғаннан кейін басқаша болады. Қараңыз. Қыздар басқаша болады, келіндер басқашалы болады. Яғни біздерге осы жерде жүргеніміз, жүріс тұрысымыз, жүрегімізге Алла тағала мейірім бермей қойды ма, онда барғаннан кейін ойлана беріңіз. Сізде бір ішінде бір вирус бар деген сөз да. Толығымен тазалану әлі болмаған деген сөз. Сізде әлі нәпсіңіз басымырақ деген сөз. Құранда Алла тағала не деді? Жүректерді сипаттайды үш түрлі. Қолбын сәлим дейді. Қолбын сәлим деген сау жүрек. Түсініңіздер ме? Сау жүрек. Сау жүректе не болады? Жүрегінде ауру жоқ адам, ол таза жүрек болады да ол. Оның қолбен сәлим болған тап-таза болып тұр. Оның жүрегінде ешқандай бір арамдық жоқ. Ешкімге бір арамды ойламайды, бір қулық сұмдығы жоқ. Қараңыз, сау жүрек. Одан кейінгі жүрек, қандай жүрек? Ауру жүрек. Бір кезде ауырып қалады, жаңағы басқаша болып қалады да. Яғни мешітке келгенде әдемі тақуа қолдарында тәсбih мықты болып қалады да, мешіттен шыққаннан кейін не болып қалады? Басқаша өзгеріп кетеді да. Сен ана жақта басқаша едің ғой. Қараңыз. Одан кейінгі ол өлік жүрек дейді, өлік жүрек дейді. Біз ондай емеспіз. Альхамдулилля, біздің жүректеріміз не? Енді мына жерде біздің жүректеріміз тазарды. Қағбаны көрдік. Тіпті кейбір жігіттер мультазамға барып жабысып тұрдық дейді. Анау жүректі тазалап жіберетін жер ғой ана жер. Түсініңіздер ме? Тазалап жіберетін. Сәл бүйтіп келіңіз, бір нәпсіңізге бір нәрсе жақпай жатыр ма? Ойланыңыз. Менде әлі жақсы болмай жатыр. Не қылдық? Кеттік, бисмиллаху акбар. Тауаққа барайық. Қараңыз. Намазға барайық. Ана жерде көпшілікпен бірге тұрайық, оқиық, сұрайық, Алладан, тағаладан не қылайық? Дұға қылайық. Осындай болуымыз керек біз. Сол үшін бұл иншалла мынау альхамдулилля айтылып жатқан нәрсенің бәрі тектен текке айтылып жатқан жоқ. Алла тағала да біздің аузымызға бекерден бекерге салып жатқан жоқ. Қолдан келгенше иншалла жаңағы ұқсап бақ дейді ғой. Ең кемінде әйтеуір сондай болуымыз керек та. Түсініңіздер ме? Елге барған уақытта егер қылмыс болып қалатын болса, Алла сақтасын. Өзі негізі қылмыс деген не нәрсе десе, өзі ислам дінінде 5 уақыт намаз оқымасаңыз, өзі қылмыскерсіз негізі. Түсіндіңіз бе? 5 уақыт намаз оқымайсыз ба, қылмыскерсіз. Қараңыз. Күнәларды енді айтпай-ақ қояйық. Ертең мына әпке қарындастарымыз, қыздарымыз иншалла сіздерге беріліп қойған Алланың мына мүмкіншілігі, мынау бұл орамал деген бар ма бұл? Бұл Алла тағала бұны сіздерге оңайшылықпен берген жоқ та бұны. Біреулер бұрыннан тағатындар, біреулер осы жерге келіп тағып жатыр да, қараңыз. Енді ол нәрседен де айырылып қалмаңыз. Ол сізге берген үлкен бір Алланың бір рахметі бұл. Орамалдың астында неше түрлі нәрселер жасырылған. Түсініп тұрсыздар ма? Қараңыз, неше түрлі нәрселер жасырылған. Альхамдулилля. Сол үшін ол нәрсемізге не болуымыз керек? Біз қатты мән беруіміз керек иншалла. Ертең ер азаматтар осы жақтан барғаннан кейін де мешіттің иншалла бірінші саптарында тұру керек та. Бірінші сапта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады да, егер дейді, анау бірінші саптағының дейді бұлар сауабын білгендер дейді да, бірінші сапқа бір-бірімен кеше сен тұрып қойдың, бүгін мен тұрайын оқишы дейтін. Сөйтіп айтатындай болар еді дейді. Болмаса жеребе тастаған болар еді дейді, бірінші сапқа тұру үшін дейді. Қараңыз. Сондай болар еді дейді. Альхамдулилля. Ертең барғаннан кейін сіздер көпшіліктің ортасына қосылып кетесіздер. Сол кездерде иншалла уағыз насихат иншалла сіздерге пайда береді деп ойлаймыз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дін бұл насихат деді, насихаттан тұрады деді.
Ал насихат болмаса, ескерту болмаса, біз Алла сақтасын адасып кете береміз. Сол үшін иншалла осы насихаттардан қолымыздан келгенше иншалла пайдаланайық. Жаңа аяттарда айтылғанда көрдіңіз ғой, мына жерге келіп атқан адамдар, жаңағы мынау жәннатқа түсірілген аяттар қандай кереметті. Әлхамдулилля, біз жәннатты сағынамыз. Жәннатқа баруды Алла тағала бәрімізге нәсіп қылсын. Түсініңіздер ме? Кез келген амалды істеген уақытта Алланың разылығы үшін осы амалым себепті мен жәннатқа барайын деп. Қараңыз. Сол үшін иншалла істеген амалдарымыздың бәрін Алланың разылығы үшін және істеген амалдарымызды ешкімге міндет қылмастан халыс Алланың разылығы үшін. Енді адамдарға түрлі-түрлі мүмкіншіліктер беріледі де. Түсінесіздер ме? Түрлі-түрлі мүмкіншіліктер беріледі. Сол мүмкіншіліктердің бәрін дұрыс жағына қарай пайдаланатын болсақ, альхамдулилля, онда біздің дәрежеміз не болады? Жоғары болады иншалла. Жоғары болады. Алла ақырымызды қайырлы қылсын, күнәларымызды иншалла кешірген болсын иншалла.